Муравейник дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап ерігенше араластырамыз. Үстінен сүтімізді, сары майымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен сода мен уксусты жақсылап араластырып қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Онымен разрыхителімізді бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырып, сұйықтығымыздың үстінен қосып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Жұмсақ қамырымызды 5 бөлшекке бөлеміз. Қамырларымызды котлет пішіндес етіп, бөлек-бөлек пакетке немесе пищевой пленкаға салып, мұздатқышқа қатырып қоямыз. 3-4 сағаттан кейін, қатты болып қатып шыққаннан кейін пергамент қағаз төселген протеинге үккіштен өткізіп, қызарғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Барлығын үгітеміз. Креміне сгущенка, варенка және сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кремнен кішкене ғана бөлігін алып қалып, қалғанын барлығын қамырмен араластырамыз. Енді қалауыңызша формочкалар жасап, сәндеп шықсаңыздар болады. Мен осылай стаканның көмегімен сәндедім. Барлығын қағазға салып шықтым, үстінен қалған креммен жағып, мак сеуіп шықтым. Осымен біздің муравейнигіміз дайын. Басқа да қызықты рецептерді YouTube каналымнан көре аласыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар.